Балалық шақтан қалған қара дақ. Мен 1982 жылы көп балалы отбасында дүниеге келдім. Отбасында әжем, әкем мен шешем және 7 ағам, бір әпкем бар еді. Мен үйдің ең кенжесі болатынмын. Ата-анам қарапайым, өте еңбекқор жандар еді. Анам колхозда қара жұмысшы, ал әкем сол колхоздың бас есепшісі болып жұмыс істейтін. Момын, адал жандар. Біз деп ертеден кешке дейін талмай еңбек ететін. Мен үйдің кенжесі болған соң, ата-анама еркелеп, емін-еркін, мінезім ашық-жарқын болып өсіп келе жаттым. Алғаш мектеп табалдырығын аттаған жылы әжем сары аурумен ауырып ауруханаға түсті. Артынша анам мен 3-ші ағамның әйелі, жеңгем де осы аурумен ауырып, олар да ауруханаға түсіп қалды. Екі үлкен ағам отбасыларымен бөлек тұратын. Мен көбінесе көршінің менімен жасты қызымен ойнап, сол үйде жүретінмін. Бір күні әкем жұмыста, кіші ағаларымның бірі мал бағып, бірі оқуда, әпкем мектепте болған уақытында көршінің үйінде ойнап жүргенімде, сол үйдің кішкентай баласы: «Назым, ағаң үйіңе келді, сені шақырып жатыр» деген соң, мен «Ағам келді» деп ерке лақтай секіре қуанып үйге жүгіріп келдім. Ішке кірсем, ағам теледидар қарап жатыр екен. Мені көріп, еркелетіп жанына шақырып: «Келе ғой, үй тапсырмаңды орындамаған боларсың. Мен саған көмектесіп жіберемін. Сосын күшті бір ойын ойнаймыз» деді. Мен жүгіріп барып арғы бөлмеден сөмкемді әкеліп, кітап-дәптерім мен қаламымды шығарып, жанына жайғасып отырдым. Ағам дәптерімді ашып, үй тапсырмасын қарап: «Назо, алдымен кітабыңды оқи ғой» деп бетімнен жатқызып қойды. Сөйтті де өзі іш киімімді шешіп, менің ауырсынып жылағаныма қарамастан, аузымды қолымен жауып, үстіме жатып алып, маған белгісіз бір іс-әрекеттер жасады. Астыңғы жағымнан қан көрініп, қатты ауырды. Мен ойбайлап жылап едім. Ағам мені жұбатып: «Бұл осындай ойын ғой, ауыртып алдым ба? Жылама және ешкімге айтпа, болмаса әкем екеумізге де қатты ұрсады» деп одан әрі қорқытты. Бала түйсігім мұның жамандық екенін сезсе де, ағамнан қорықтым ба, әлде әкем ұрсады дедім бе? Баламын ғой, бұл жағдайды ешкімге айтпадым. Бірақ содан кейін ағамнан қашқақтайтын болдым. Онымен бірге бір бөлмеде жалғыз қалмайтын болдым. Болмаса сол тірлігін және жасайтын еді. Оны көрсем, бейне бір құбыжықты көргендей тұра қашатынмын. Оның жаман адам екенін, маған жамандық жасайтынын бала түйсігіммен сезетінмін. Сөйтіп жүргенімізде осы ағамның әйелі балаларын алып төркініне кетіп қалды. Тек анда-санда ғана келіп тұратын болды. Сонымен жеңгемнің не үшін кетіп қалғанын біле алмадым. Барымды ішке жұтып, сыртым бүтін, ішім түтін болып өсіп жаттым. 5-ші сыныпқа көшкен соң үйдегілерге көмектесіп егістікке шығып жүрдік. Мен жастайымнан бойшаң, сүйегім ірі, денелі қыз едім. Көкірегім де ерте шыға бастады. Сырт қараған адамға 6-7 сыныптың оқушысы секілді көрінетінмін. Сөйтіп, егістікте жұмыс істеп жүргенімізде біз көршілердің балалары мен қамыстың арасында ойынға беріліп, біраз ұзап кетіппіз. Сол жерде суы құрғап кеткен қалың қамыс өсіп тұрған арықтың ішінде көршіміздің менен 4-5 жас үлкендігі бар баласы мені жатқызып алып зорлады. Болған жайтты іштен шығарып айту мен үшін қаншалықты қиын болса да, жүрегім ауырып, жанарым жасқа шыланып отырып еске аламын. Көкірегімді жалаңаштап алып, мыжғылап, сүйіп, денемнің түгін қоймай зорлады. Сосын, осыдан біреуге айтар болсаң, бүкіл ауылға абыройыңды айрандай төгемін. Бір күн ұстап алып, және осылай жасаймын деп сес көрсетіп қашып кетті. Мен үнімді де шығара алмай, үйдегілердің жанына келіп, ішкі дүнием алай-дүлей болып үйге қайттым. Осылай алдымен үп-үлкен,
бір құрсақты жарып шыққан, аға деуге аузым бармайтын адамнан, кейін жанымыздағы бала күннен бірге өсіп келе жатқан көршінің баласынан зорлық көрдім. Жұдырықтай бала жүрегіме жазылмас жара түсті. Бұл кезде есімді біліп қалғанмын. Қыз бала мен ер баланың айырмашылығын түсінемін. Құрбыларымнан да қыз балада қыздық белгі дегеннің болатынын, етеккір дегеннің не екенін естігенде жата қалып егіл-сегіл жыладым. Қаншама рет дәрі ішіп болмаса асылып өліп қалғым келді. Алайда жан беру оңай емес екен. Өз-өзіме қол жұмсай алмадым. Жалғыз қалған кездерімде көз жасыма ерік беріп, ағыл-тегіл жылайтынмын. Мұнымды ешкімге көрсетпедім, білдіртпедім. Сөйтіп, бой жете бастадым. Зорлықшы ағам бұл кезде және үйленіп, еншісін алып, бөлек шығып кеткен болатын. Оның бұл үйден кеткеніне іштей қатты қуанып едім. Алайда, балалық шақтың ауыр қасіреті жадымда мәңгі сақталып қалды. Сыртымнан мінезім ашық, көңілді қыз көрінетінмін. Алайда, өзіммен қатар бозбалалар мен қыз секілді сызылып сөйлесе алмайтынмын. Жалпы еркек атаулыдан қорқатынмын. Құрдастарым қалжыңдай сөйлей бастаса, қашқақтай бастайтынмын. Жоғары сыныпты тәмамдайтын кезде көршіміздің үйінде той болды. Сол тойда Марат есімді көршінің туысымен таныстым. Мінезі ашық, аққұба, бойшаң, денелі жігіт екен. Мені биге шақырып, жақынырақ таныстық. Сөзі жұмсақ. Осы жігітпен әңгімелескенімде жүрегім жібіп сала берді. Екеуміз бір көргеннен бір-бірімізді ұнатып қалғандай едік. Алайда мен өзімді одан алшақ ұстадым. Сезімімнен іштегі қобалжу мен қорқыныш басым болды. Бірақ сонда да Марат сол тойдан кейін көршінің үйіне жиі келетін болды. Мені кездесуге шақыратын. Мен болсам, оған ғашық болып қалсам да шықпай қоятынмын. Мектеп бітірген соң қоштасу кешінде Марат келіп, маған үйленгісі келетінін айтып сөз салды. Ал мен оны ұнатып тұрсам да не дерімді білмедім. Ұрланған балалығым жайлы қалай айтпақпын. Бір емес, екі адамнан қиянат көргенімді. Оның бірі алғаш пәктігімді ұрлаған туған ағам екенін қалай ғана айтпақпын. Жаным күйзеліп, жүрегім езілетін. Сөйтіп, мен ыңғай бере қоймаған соң, Марат жай ғана дос болып қалайық деп ұсыныс айтты. Оның мұнысына келісіп, екеуміз дос ретінде сөйлесіп жүрдік. Осылай мектепті бітірген соң, өзге құрбыларым секілді білім алуға талпынбадым. Ата-анама да оқиын, белгілі бір маман иесі болайын деп айтпаппын. Жалпы не анама, не әпке жеңгелеріме ашылып сырласпадым. Барымды ішке жұтып, бар қайғы-мұңымды ішке тұншықтырып, үнсіз ғана көз жасымды сығып алып жүре бердім. Бала күннен алған психологиялық травма бүкіл болашағыма әсер етті. Менде алға қойған ешқандай арман, мақсат жоқ еді. Кеудемде жаным бар, тірі жан едім. Тек Маратты кездестіргелі көзімде бір ұшқын пайда болған еді. Осылай жүргенімізде зорлықшы ағам ішімдікке әуестігінен күнін көре алмай, әкем оны отбасымен қайта қолын алды. Олар үйге оралғанда мен қатты қобалжып, баяғы иттігін және қайталайды ма екен деп қорықтым. Зорлықшы ағам отбасымен қайта үйге оралғалы менен маза кетті. Түндерде көз ілмей, сол ағам келіп тиісетіндей түн ұйқым төрт бөлінетін болды. Бой жетіп қалсам да, бала күндегі қорқыныш сейілмеген еді. Онымен бір үйде тұру мен үшін тозақ отының түтініне тұншығып жүргендей едім. Амал жоқ, ата-анам мен бауырларыма білдірмейін деп іштен тынатынмын. Бір дастархан басында отырып тамақтана да алмайтынмын. Кейде анам, Назым, ағаң келгелі қабағың бір ашылмайтын болды ғой. Оны неге сонша жаман көресің, жақтырмайсың, сөйлеспейсің деп сұрағанында ащы өксік
көкейіме келіп, даусым шықпай қарлығып қалдым. Анама ішке бүккен ащы шерімді ақтарып, ағыл-тегіл жылағым келді. Алайда анашымды аядым. Ол маған ағамның істегенін естісе, көтере алмай қалады ма деп ойладым. Әкемше, ол не болар еді? Одан арғысы әпкем мен бауырларым, жеңгем мен балалар. Осының барлығын ойлап, бар қайғы қасіретімді ішке тұншықтыра бердім. Іштей осы ағам өліп қалса екен деп тілейтінмін. Оны көрерге көзім жоқ еді. Оны көрсем, кірпіше жиырыла қалатынмын. Бір күні ағам ащы судан ұрттап алып, біздің бөлмемізге қарай келе жатыр екен. Мен жалма-жан орнымнан атып тұрып, есікке қарай беттей бергенімде, білегімнен шап етіп ұстап алды да: «Қарындасым, саған айтарым бар еді» дегенде, аяқ қолым дірілдеп: «Тиіспе маған, сен маған кімсің? Қарындасым деп айтуға қалай ғана аузың барады? Ағасы кіп-кішкентай қарындасына солай жасаушы ма еді? Енді саусағыңның ұшын тигізер болсаң, әкеме айтамын» деп айқайлап жылап жіберіп едім. Ағам шошып кетті. Сөйтіп қолымды жібере салды. Мен бөлмеден атып шықтым да сыртқа қарай жүгіре жөнелдім. Біз ауылдың шет жағында тұратынбыз. Мал қораның артқы жағында егістік алқабы болатын. Жалаң аяқ ағыл-тегіл жылап, солай қарай жүгіре басып кете беріппін. Тіпті табаныма батқан тас құм мен тікен шөптерге де қарамадым. Қайта одан ары бата түссін дедім. Өйткені жаным өртеніп бара жатқандай еді. Назар аударып тыңдағандарыңызға алғыс білдіреміз. Келесі бөлімдерін тыңдау үшін біздің YouTube арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.